қазіргі таңда біздің елімізде үлкен мәселелердің бірі, үлкен проблемалардың бірі бұл ойын құмар ойындары, яғни лудомания. Осыған байланысты қаншама адамдар қарызға батып, несие алып, бас тігіп, қаншама отбасылар ажырасып жатыр. Нақты статистика да бар. Осы жақындағы статистиканың өзі ол 40%-ға жуық, яғни 10 адамның 4-еуі лудоманияға байланысты отбасынан ажырасып отыр. Суицидке байланысты да мен айтып кеттім. Өз-өзіне қол жұмсау деңгейі 2022 жылы 3700 адамды құраса, оның ресми дерегі, яғни біз прокуратурадан алған деректерге сәйкес, оның ресми дерегі 20%. Бірақ ішкі істер министрлігімен сөйлескенімізде ол деңгей 20% емес, ол 50%-ға дейін барады. Бұл өте қорқынышты статистика.